Қазақша Рафаэлло дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай. Қызыл ірімшік пен үй сүзбесін блендердің көмегімен езіп аламыз. Бір ыдысқа саламыз және үстінен қант қосылған қоюлатылған сүтті, яғни менде три желания. Бұл три желанияның сапасы өте жақсы болғандықтан осыны пайдаланамыз. Барлығын жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Бізде осындай қоймалжың өз формасын ұстайтындай маса шығады. Енді формасына келтіреміз. Яғни кішкентай бөлігін алып, осылай ішіне кез келген жаңғақ түрін салып, дөңгелектеп Рафаэллоның формасына келтіреміз. Кокос жаңқасына, яғни кокосовый стружкаға осылай компьютерімізді айналдырамыз. Дайын болған Рафаэллоны осындай арнайы қағаздарға салып шықтым. Кез келген қонақ үстеліне қоюға болады. Әрі тәтті, әрі пайдалы.